Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгінгі бізде 6-шы дәрістің тақырыбы объектілік сметаны жасау тәртібі, сметалық құжаттаманың нысандары. Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге Қазақстан Республикасында қолданыстағы жобалар мен ережелерге негізделген құрылыс өнімдерінің бағасын қалай белгілеу керектігін үйрету. Бұл курс әртүрлі құрылыс жобаларының баға белгілеу процесін, шығындар сметасын дайындауды, талдауды, құрастыруды және басқаруды зерттейді. Пәннің міндеттері: смета жасау принциптерін, баға белгілеу ережелерін және құрылыс нормалары мен ережелерін, сондай-ақ сметалық құжаттаманың құрылымы мен мазмұнын түсінуді үйрету. Құрылыс құнының сметасын есептеу әдістері туралы білім алу, құрылыс жұмыстарына сметаларды әзірлеу және есептеу, сондай-ақ әртүрлі смета есептеу бағдарламаларын пайдалану. Дәріс жоспарлары бізде екі бөлікке бөлінеді. Ол бізде біріншісі жергілікті металдарды дайындау тәртібі, екіншісі құжаттамасының нысандарының сметасы. Нысан сметасын дайындау тәртібі. Нысан сметасы жергілікті сметалармен бірдей баға деңгейін пайдаланып жасалынады. Бұл дегеніміз, егер жергілікті смета ағымдағы бағаларды немесе индекс негіздегі конверсияны пайдаланып дайындалса, нысан сметасы да бірдей баға деректеріне негізделіп жасалынады. Дайындау принциптері: баға деңгейлерінің сәйкестігі. Мұнда нысан сметасы жергілікті смета сияқты есептеудегі сәйкессіздіктерді болдырмау үшін бірдей баға деректерін пайдаланып дайындалуы керек. Индекстер мен коэффициенттерді пайдалану. Мұнда қажет болған жағдайда нысан сметасы құрылыс материалдарының, жабдықтардың және еңбек құнының өзгеруіне байланысты түзетулер енгізілуі мүмкін. Бір баға деңгейінен екінші конверсиялау индекстерін немесе коэффициенттерін ескере отырып, бұл барлық деңгейдегі шығындар сметасының дәлдігі мен дұрыстығын қамтамасыз етуге көмектеседі. Жергілікті сметадағы жеке жұмыс түрлерінің бастап жоба сметасындағы бүкіл нысанның толық құнына дейін. Жоба сметасы жобалар бойынша тұтастай алғанда жергілікті сметалардың жалпы сомаларын қосу арқылы жасалынады. Бұл процесте келесілер маңызды. Жоба сметасында барлық жұмыстар мен шығындар келесі санаттарға топтастырылған сметалық шығындарды топтастыру. Яғни, құрылыс монтаж жұмыстары, жабдықтар, жиһаз, тауарлық материалдық құндылықтар, басқа шығындар және жалпы құны. Жабдықтардың, жиһаздардың және тауарлық материалдық құндылықтардың құнын көрсету. Қажет болған жағдайда жоба сметасы бойынша жалпы сомаларды тапсырыс беруші жеткізген жабдықтың, жиһаздың және тауарлық материалдық құндылықтардың құнын бөлек көрсететін қоса алғанда деп белгіленген сілтеме жолы жасалынады. Деректерді қорытындылау. Мұнда құрылыс жұмыстарына жабдықты сатып алуға және басқа да шығындарға арналған жергілікті сметалардан алынған барлық жалпы сомалар құрылыс жобасының жалпы сметалық құнын алу үшін қосылынады. Бұл тәсіл мыналарға мүмкіндік береді: жоба сметасы құрылымын барлық негізгі жұмыс түрлері мен шығындарды көрсететіндей етіп ұйымдастыруға, шығындарды нақты жіктеуге, сметалық құжаттаманы және құрылыс құнын бағалауға, одан әрі талдауға мүмкіндік береді. Жергілікті сметалардың соңғы деректеріне негізделген жоба сметалары стандартты еңбек қарқындылығы мен еңбек шығындарын көрсетеді. Жоба сметасының баптары мен жеке жұмыс түрлерінің бірлік құнын және жобаның сметалық бірлігінің құнын есептеу үшін қолданылады. Тұрғын үй ғимараттарының, соның ішінде салынған немесе қосалқы бизнес нысандарының
Жобалық сметасын жобалау және дайындау кезінде келесі бөлу қолданылады. Біріншісі, сметалық бөлу. Ғимараттың тұрғын бөлігі мен кәсіпорындарды, ұйымдарды және басқа да ғимараттарды орналастыруға арналған кірістірілген тұрғын емес бөлігі үшін бөлек сметалар жасалады. Екіншісі, жалпы құрылымдардың құнын бөлу. Жалпы құрылымдар мен ғимарат компоненттерінің құны тұрғын және тұрғын емес учаскелер арасында екі учаскенің құрылыс көлемдерінің пропорционалды түрде бөлінеді. Бөлуді жобалаушы ғимараттың тұрғын және тұрғын емес учаскелерінің өлшемдері мен көлемдерін қамтитын жобалау деректері негізінде жүзеге асырылады. Шығындарды бөлу. Жобаның соңғы сметасы ғимараттың тұрғын үй бөлігі және кез келген кіріктірілген және қоса берілген тұрғын емес кеңістіктер үшін бөлек сомаларды қамтиды. Шығындарды есепке алу. Ғимараттың әрбір бөлігі үшін жұмыстың ерекшеліктері мен шығындарын ескере отырып, құрылыстың жеке шығындар сметасы жасалынады. Ғимараттың тұрғын үй мен коммерциялық бөліктері үшін құрылыс сипатындағы айырмашылықтарды және пайдаланылатын ресурстарды дәл есептеуге алу мүмкіндігі. Осылайша бұл сметалық құрылым құрылыс шығындарын жобаның әртүрлі бөліктері арасында дәл бөлуге көмектеседі және әрқайсысы үшін шығындарды бақылауға жеңілдетеді. Жергілікті және жобаға тән шығындар сметасы жобалау және әзірлеу процесінде маңызды рөл атқарады және оларды дайындау бірнеше кезеңде жүзеге асырылады. Біріншісі, техникалық экономикалық негіздеме кезеңінде немесе жоба кезеңінде. Екіншісі, сметалық құжаттаманың нысандары. Сметаны дайындау процесі кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. Шамамен сметалардың бастап егжей-тегжейлі жобалау деректеріне негізделген дәріс сметалармен аяқталынады. Жобалық сметаларды жасаудың әдіснамалық тәсілдеріндегі жаңа мүмкіндік жобалық сметаларға бөлімдерді енгізу болып табылады. Бұл ақпаратты егжей-тегжейлі құрылымдауға және сметалық құжаттаманы ұйымдастыруды жақсартуға көмектеседі. Жобалық сметалық бөлімдерге бөлу әртүрлі құрылыс аспектілерін дәлірек қарастыруға мүмкіндік береді және есептеулерінде ашықтық пен анықтылықты қамтамасыз етеді. Жобалық смета жасау үшін құрылыс жобалары бөлімінде қажетті жобаны таңдаңыз. Содан кейін конструктивтік мәзірді ашу үшін тінтуірдің оң жақ түйірмешігін басып, жобалық сметаны таңдаңыз. Назарларыңызға бірінші мен екінші суретті көрсеңіздер, бұл нысанды бағалау деп аталады. Келесі бізде Қазақстандағы жобалық сметалық құжаттама жергілікті сметаларға негізделіп жасалынады және ғимаратты немесе құрылыстың жалпы құнын ағымдағы жылдың бағаларымен қорытындылайды. Оған тікелей шығындар, жалпы шығындар, болжамды пайда, жабдық құны және жобалық құжаттама мен қазақстандық стандарттарға негізделген резерв кіреді. Негізгі кезеңдер. Біріншісі, бастапқы деректерді жинау, жобалық құжаттаманы, сызбаларды және көлемдік вексельдерді алу. Екіншісі, жергілікті сметаларды жасау, жеке жұмыс түрлеріне сметаларды дайындау. Үшіншісі, шығындарды топтастыру, жергілікті смета деректерін жобалық сметаның тиісті бағандарға арасында бөлу. Яғни, құрылыс жұмыстары, орнату жұмыстары, жабдық, жиһаз, инвентаризация және басқа шығындар.